Ассаламу алейкум, сіздермен Үрбіш Әмірқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, сондай жұмсақ болып шығатын тәтті тоқаштар, яғни пончикилер дайындайтын боламыз. Ал сіз видеоны бастамай тұрып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін өте маңызды. Ендеше қамыры үшін жылы сүт, жұмыртқа, тұз, құмшекер, сұйық май, құрғақ ашытқыны қосып, бірінші жақсылап араластырып аламыз. Құрамдағы ингредиенттер толықтай ерігеннен кейін ғана ұнды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Құрамында шекері көп болғандықтан қамыр қолға сондай жабысқақ болып келеді, сондықтан жабысып жатыр екен деп артық ұнды қоспаңыздар. Қамырларыңызды илеп болғаннан кейін соңына қарай кішкене 1-2 қасық сұйық май қосып, тағы да 1-2 илеп жіберіңіздер. Сонда қолға қатты жабыспайтын болады көтерілгеннен кейін де. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді толықтай бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Бұл менде Топоя компаниясының ыдысы, осындай арнайы нан ашытуға арналған. Егер де тапсырыс бергілеріңіз келсе, төменде сілтемесін қалдырып қойдым. Себебі мұнда нан өте тез көтеріледі. Менде мысалға жарты сағатта осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Қамыр жаятын жеріміздің астын бірінші жақсылап ұнды сеуіп аламыз. Одан кейін қамырды ыдысымыздан алғаннан кейін қайта баспаймыз. Тек қана үстінен осылай 1-2 ұнды себелейміз де, тура осы тұрған жерінен оқтаумен жайып бастаймыз. Кішкене қалыңдау етіп жаясыздар. Мысалға бауырсақты қалай жайсаңыздар, содан сәл ғана қалыңдау болу керек. Жайып болғаннан кейін кесетінің алдында осылай қамырды бастапқы қалпына кішкене жиырып алыңыздар. Себебі кескен кезде бәрібір ол қамыр жиырылады. Пончикилерге дөңгелек пішінді қолданамыз. Егер бұл болмаса, кез келген стакан немесе дөңгелек пішінді бір ыдыспен кесіп алсаңыз болады. Ал ортасына осындай насаткамен ойып алдым, немесе кез келген бір кетчуп, майонездің сондай крышкаларымен, қақпақтарымен осылай ойық жасап алуға болады. Астына ауа өткізетін мата төсеп, тағы да 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Майды молынан құйып бірінші қыздырып аламыз, одан кейін пончиктерді салып пісіреміз. Осы кезде айта кетейін, оттың асты жоғары болмау керек. Себебі бірден салған кезде қызарып, күйіп, жаңағыдай беті бірден пісіп кетеді де, ортасы шикі болып қалады. Сондықтан отыңыз орташадан сәл төмен болған дұрыс. Сонда бірден күйіп кетпейді, осылай ақырындап барлығын толықтай ортасын шикі қылмай пісіріп аласыз. Пончикилердің барлығын пісіріп алғаннан кейін толықтай суыған күтеміз. Сол аралықта шоколадымызды ертіп дайындап алайық. Бұл менде Қазақстан шоколады кішкене ашылау болғандықтан оған сливке қостым, яғни клейге қосып, микроволновкада ертіп аламын осылай. Одан кейін осы дайын болған пончикилерді біртіндеп тек беткі бөліктерін ғана осылай жай ғана батырып алатын боламын. Міне. Шамалы шоколад кебу үшін бір-біріне тигізбей осылай тізбектеп қойып, бетін 10 минуттарға ашық қалдырамыз. Міне достар, біздің пончикилеріміз дайын. Өте сондай жұмсақ, дәмді, әрі тойымды болып шығады. Мен бұны аптасына 2 рет жасап тұрам. Егер де сіз бауырсақты ұнатсаңыз, міндетті түрде бұл тәтті тоқашты да сүйіп қаласыз. Құрметті көрермендер, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып, төменде пікір қалдырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, қалдыра кетіңіз, міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен бірге болған Үрбіш Әмірқызы, келесі видеода кездескенше.